Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Ауылдар каналы. Бүгінгі видеода біз дейтін матрешкер ойнауды жалғастыратын боламыз достар. Так достар, бүгінгі видеода біз садовник жұмысына келдік. Біз дейтін садовник болып жасайтын боламыз бүгінгі видеода. Достар, видеоға лайк басып каналға жазылып отырайық. Так, біз мына садовник жұмысына келдік. Садовник жұмыс. Так, у меня есть работа в саду дейді. Жұмыс жасайсың ба дейді. Давай, начать басайық. Бірінші уровень яблок дейді. Так, достар, екінші уровень келсек, бізге картошка жұмыс ашылады екен. Так, біз яблоканы бастаймыз. Кеттік достар, біз кішкене жұмыс жасайық, пахать етейік, Так, достар, осындай киім киіп алдық. Şimdi қараңыздар, қолымызда сағат. Кеттік ал достар. Жұмысты бастайтын боламыз. Бірінші метканы жерде тұр екен. Не бар достар, мына жақта қараңыздар. Талып адам жұмыс жасап жатыр. Кел дейді, мына собрать яблоки дейді, соны басатын боламыз. Мына үстерін басамыз, Так, енді так, басқа ағашқа бар дейді, мындан жинап аламыз. Так, достар, мына үшінші ағашқа келдік, Үшінші ағаштан тағы алмалар жинап алайық. Жинадық. Так, сіздің картаңыз толды дейді, біз енді мына жерге бәрін тапсыратын боламыз. Так, қанша еді? Біз 300 рубль дейді. 3 ағаштан 300 рубль алады екенбіз, достар. Мында келейік. Собрать яблоки. Так, яблоко жоқ дейді, мында жаңа жинап тастағанымыз, Так, неше 5 алма, 5 алманы жинап алдық. Келесіне барамыз, мынаны жинап алдық, жаңа. Так, мынан келейік. Мынан бәрін жинап аламыз. Так, жинап алдық. Так, үшінші ағашқа баратын боламыз. Үшінші ағаш. Так, бұдан да жинап аламыз. Сосын біздің координамыз толды, Қанша көру ма? Болады екен. Кеттік достар, сұреске апартып тастайық. Так, толған жер аниматтан шықпайды екен координадан. Так, мында екіншісіне әкетіп тастадық. Қанша беріп жатыр, бізде көрінбей қалды. Так, көрінеді екен, былай етсек 600 рубль жинадық. Аз сияқты жалпы. Бірақ бізге задание орындау керек, достар. Задание орындап, біз уровенімізді көтере беретін боламыз. Так. Жинап алдық, тағы бір ағашқа барайық, жинап аламыз, бұндары. Жинап алдық, Так, достар. Кері қайтатын боламыз, қайда кетті. Аламетке барамыз, секірсек. Қалмайым екен. Так, бәрі нормаль, секіріп жүгіре берсек болады екен. Кейбір жұмыстар достар болса жинап алғаннан секірсеңдер, қолыңызға заттардың бәрі түсіп қалады. Кейбір жұмыстар кезінде ойнамыз сондай болатын, бірақ бұл жерде ондай жоқ сияқты. Қасында ағашқа жинап алайық, достар. Так, мынаны жинап алдық, Жинап аламыз, мында келеміз, мынаны да жинап алайық. Так, бұны да жинап алдық, Так, енді барып тапсыратын боламыз, қанша ақша береді, 300-ді бере беретін сияқты, достар, әрбір ағашқа. Так, келдік, тапсырдық, Бізде 1200 рубль, достар. Бұл ағашта бар екен алма. Так, осыны қасындағы жинап алайық. Так, енді үшінші ағаш жинап алайық. Мұны жинадық. Алма жоқ. Мұны жинап алайық. Так, мұнда алма бар екен. Так, енді бар кері тапсыратын боламыз. Ойыншылар, достар. Тағы бір жинап алайық. Так, неше рет? 5 рет уже. 5 рет тастаппыз. Адан аламыз. Так. Достар, ағаштан алдық. Енді мұна ағаштан алып алайық. Так, мұна ағаштан да алдық. Так, әкеліп тастадық, бізде 1800 рубль, достар. Так, 5000 рубльға дейін ба, жеткізіп тастайық, достар, 5000 рубль жасап тастайық. Так, достар, кезінде мен осы жерде семьям болған, Хаши Family деген, біз осы жақта барлығымен атысып, күнде атысып болатын бізде, достар. Так, Марктың заданиясы орындадық, достар, осыны 3000 рубль жасадық, еще бізге Марк 5000 рубль беру керек. Сонымен бізде, так, 8000 рубль болатын болады. Апаттасақ, так, мына шитіне кетіп қой жол қысқартып. Так, достар, түрімізге қараңыздар, осындай мужикпіз, осындай жұмыспен, так, аяқтайтын боламыз. Завершить работу, завершить, так, достар, 3000 рубль түсті бізге.
Так біз енді сообщение кірейік. Сообщение кіріп аламыз да. Марктың берген ақшасын. Так, задание. Мына получить награду. 5000 3000 рубль екен достар. 3000 рубль. Тауып алдық, короче. Подпитка рубль береді. Тағы басқа да бізге заданиялар шықты достар. Короче, накопи 35 рубль дейді, короче. 35 000 рубль жинасаңыз саған 15 матрешка коинс береміз. Бұл донат ақша, короче, достар, бұл донат. Так, короче, на связи пацаны дейді. Неге найти пацаны дейді, достар. Короче, мына штраф дейді, бұл пока емес. Так, достар, бізге енді келесі біздің марктың заданиясы. Ол бізге телефонға единиц салдық, короче, единиц ақша салу керек. Соны істейтін боламыз. Сонымен уровень көтереміз. Бізге қанша уровень беріп тұр оған, қарай жіберейік. Планшет кіреміз, задание. Так, награда 1 XP дейді, оның өзі керемет. Бізге новичок болсын бізге. Барлығы керек, короче, ақшада уровеньде барлығы керек болады. Уровень не үшін керек десеңіз, достар, мына бұл жақта кіресіздер, планшетке вакансия дейді. Осы жақта мына достар көріп тұрғандай бірінші уровеньде осындай жұмыстар беріп тұр. Шахтер, работа саду, осы қазір работа саду жасап садовник болып, лесоруб, механизатор дейді, короче. Ал 5-ші уровеньдерде бізде дальнобойщик, кладоискатель дейді. Кезінде кладоискатель осынан видео шыққан, достар, көре аласыздар. Оны бұрында 1 жыл бұрын түсірген сияқтымын, короче, достар. Уборщик улицы бұлар жақсы береді сияқты ақшаны. Ал 3-ші уровеньде бізде охотник жұмысы ашылады екен, достар, міне. Аңдарға охот жасайсыз, короче. Қазір бізде фракция дейді. Фракция МЧС-ке вакансия болады. Бізде МЧС-ке кіріп жұмысқа кіре аласыздар, короче. Олсын сіздерге. 4-ші уровень керек, достар, короче, МЧС кіру үшін госработа дейді, міне, достар, мына жақта да. Водитель автобус, инкассатор деген жұмыстар бар. Инкассатор 10-ші уровень ашылады. Инкассатор ең жақсы жұмыс деп ойлаймын бұл жұмысты, короче, мен кезде ойнағанда инкассатордан ақша жинайтын едім осы матрешка РП-дан. Қалғандар көп ақша бермейді, короче, достар. Водитель автобус өмірін жасап көрген жоқпын, алдағы уақытта жасап көретін боламын, достар, короче. Енді бар. Телефонымызға единиц салайық, достар, марктың заданиясын жалғастырып орында берейік, короче, достар. Енді біз қаяққа барамыз, ол үшін қарай жіберейін. Задание GPS дейді. GPS қосылды. Банкомат арқылы салады екенбіз. Жақын арада банкомат бар дейді. Так, достар, мына жерде бар екен бізде. Достар, біз мына жетіп қалдық. Мына какой-то бір вокзал ма, сол жерге келдік, короче, мынау. Арзаматтың вокзалы ма, сондай бір день, короче, банк дейді. Комиссия стоит еще мында. Так, банковский счет, мобильный связь дейді. Так, другая сумма, 1000 рубль салып жібереміз. 1000 рубль салып жейік, достар, артық кетіп шығар. Бірінші біз дейтін өзіміздің банкқа ақша салу керек екен, положить енді 1000 рубль салып жіберейік. 950 рубль болды, комиссия сақталып 5%, короче. 950 рубль салып жібереміз. Так, 950 рубль пополнить. Короче, біз істедік. Так, и снова задание дейді. Задание кірекке, мұнаны біз получить дейді, короче. В общем, орындадық. Және де жақты достар, ең задание бар. Осыларды орындасаңыз сіздер кейс аша аласыздар. Мен уже біріншісі орындап тастадым. Содан кейс аштым. Одан маған достар не түсті, короче. Шаурма түсті. Шаурма қарын ашса, осыны жеп аласың, короче. Қазір қарын ашып жатыр екен. Кішкене осыны жеп алайық. Достар, осындай анимациямен тамақ жеп алады біздің персонажымыз, короче. Алдағы уақытта біз дейтін уровень көтеріп алып, тағы басқа да жұмыстарға кіретін боламыз. Бұл жақта ең қызығы МВД, сосын ОПГ деп ойлаймын, достар. ОПГ-да күнде контент жасауға болады, короче, ол жақта атыс деген көп, достар, короче. Алдағы уақытта соның бәріне кіріп жасап көретін боламыз, достар. Сіздермен бірге болған мен Алдар каналы, видеоға лайк басып, каналға жазылып кетейік.